Кинематографияда менің идеям дейтін ұғымның өзі шартты категорияға айналып бара жатыр. Экранға шыққан қандай да бір отандық фильмді қараңыз, қазір әсіресе коммерциялық кинотеатрда жүріп жатқан әйтеуір бір фильмнің көшірмесі болып шығады. Біздің индустрияда бұл құбылыс көбіне дөрекі формада байқалады. Атауын ғана өзгертіп, драматургиялық қаңқасын сол күйі қалдыру белең алғалы біраз болды. Сондықтан мына фильм мынаның көшірмесі деген әңгіме көрермен арасында жиі айтылады. Жабайы көшіру меніңше бұл үлкен проблема. Енді осы жерде көшіру мен ықпалдың арасында қандай нәзік шекара бар? Осы жағына бір үңіліп көрейікші. Кино әлемінде оммаж деген ұғым бекер пайда болған жоқ. Ол ұрлықты ақтаудан көрі ықпалды мойындаудың мәдени формасы. Режиссер өзінен бұрынғы визуалдық, драматургиялық кодтарды қабылдайды, тәнті болып ұнатады, сөйтеді, олар жаңа контекстке көшіреді. Бұл жердегі басты айырмашылық механикалық көшіру мен автордың интонациясы арасындағы белгілі бір дистанция. Квентин Тарантино осы құбылыстың ең айқын мысалы. Ол өз сұхбаттарында 70-ші жылдардағы жапондық Б категориялы фильмдердің ықпалын жасырмайды, тіпті мақтанады да. Бірақ оның әдісі өзіне ықпал еткен фильмдерден режиссердің месседжінен цитата келтіре отырып жаңа кино тілін жасау. Мәселен, Биллді өлтіру фильмнің драматургиялық және визуалдық түбірі Lady Snowblood картинасында жатыр. Қар үстіндегі қан, кекшіл кексе қатынның хореографиясы, кадр композициясы бәрі таныс. Бірақ Тарантино оны постмодернистік коллажға айналдырады. Спагетти вестерн эстетикасын қосады. Аниме сегмент енгізеді. Монтажды клиптік ритмге жүгіндіреді. Нәтижесінде бұл жалаң көшірме емес, мәдени микске айналады. Тарантиноның мына бір фильмі де авторлық жаңалық емес. Undercover коп, қылмыстық ортадағы моралдық шиеленіс, финалдағы қарулы қақтығыс. Бірақ Тарантино классикалық криминал нарративін бөлшектеп, уақыттық секірістер жасайды. Диалогты басты драйверге айналдырады. Ол, былайша айтқанда, бастапқы материалды қайта жазып шығады. Кристофер Нолан және оның Inception фильмін алайық. Бұл картина көпшілік үшін түпнұсқа идеяның жеңісі ретінде қабылданған. Алайда оған дейін 4 жыл бұрын көрерменмен қауышқан Паприка анимесінде дәл осы концепт. Ол түс әлеміне ену, сананың қабаттары, шындық пен иллюзияның араласуы. Тіпті кейбір визуалдық шешімдерде параллельдер тым ашық көрінеді. Лифт арқылы деңгейлерге өту, кеңістіктің қисаюы, өзін-өзі жұтуы, топтық сананың ішінде жоғалу. Мұның бәрі Паприка фильмінде яки анимесінде бар етін. Ендеше айырмашылық неде? Сатоси Кон өзінің фильмінде хаосты, психоделикалық ағым таңдайды. Түс логикасы еркін, құрылым жұмсақтау. Ал Нолан оны қатал жүйеге салады. Әр деңгейге нақты функция береді. Ноланның уақыты математикалық формулаға бағынады. Монтаж инженерлік дәлдікпен құрылады. Ендеше Сатоси Кон сана ағымына, ал Кристофер Нолан сана архитектурасына жүгінген. Сонда бұл жерде айып бар ма? Тікелей ұрлық деу оңай, бірақ дәлел жеткіліксіз. Нолан идеяны алғанмен оны басқа тілде сөйлетті. Бұл оммаж бен адаптацияның аралығындағы өлер аймақ, немесе нейтрал аймақ. Демек, оммаж дегеніміз бұл қайталамауға тырыса отырып қайталау. Нақты шекараны былай белгілеуге болады. Егер фильм бастапқы материалдың драматургиялық құрылымын, кейіпкердің аркасын және кейбір сахналарды айна қатесіз көшіретін болса, бұл атайтып тұрғанда көшірме болады. Егер тек идея немесе визуалдық мотив алынып, жаңа формаға түскен болса, бұл ықпал. Егер режиссер бастапқы мәтінмен диалогқа түссе, бұл оммаж. Киноны жиендік өнер десе қателеспейміз. Әр режиссер, әр автор өз фильміне туыстық байланыс іздейді. Оны бастапқы концепция кезінде референс деп атап алады. Референс инвесторға түсінікті болу үшін ойлап табылған айла болғанымен, ол бара-бара жаңа фильмнің билігін тұтастай алып, толық ықпал етуі мүмкін. Демек, әуелде тың идея болып көрінген дүниеңіз референс фильмнің көшірмесі болып шыға келуі ықтимал. Жалпы отандық фильмдерде жабайы көшірме көп. Оны бірі ашық мойындайды, бірі жасырады, бірі мүлде байқамағансыз. Бірақ көрермен сезеді. Себебі визуалдық жады өте қуатты құрал. Сондықтан бүгінгі күннің сценаристі үшін, режиссер үшін, жалпы автор үшін сен кімнен не алғаның емес, алғаныңды қалай түрлендір алдың, қалай өзің авторлық интонация қостың, ерекшелік қостың. Басты мәселе, басты сұрақ осы.